Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Жаңадан қосылғандар, оқырмандар болса, парақшама жазылып алыңыздар. Сосын көбісі жазылмай қарайды екен. Мен парақшамда жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, осындай жаңадан шыққан видеоларым сіздерге жаңа видео шықты деп сообщение барып тұрады. Сондықтан жаңағы қоңыраушаны басып қойсаңыздар болады. Ал кеттік, бүгін мынау жаңағы гүлге қосатын қоспалардың пайдасы жайлы айтайын деп отырмын. Яғни жеке тоқталып өтемін видеода, соңына дейін көріп, жаңағы керек ақпараттар болса өздеріңізге алсаңыздар болады. Және бұл жерде гүлдерге пайдалы қоспалардың бәрін бір жерге біріктіріп, сіздерге түсіндіріп өтейін деп жатырмын. Бұл жерде мен өзімнің қолданып жүрген қоспаларымды айтайын деп жатырмын. Топыраққа араластырып жүрген қоспаларым өзімнің тәжірибемнен өткен, пайдаланып көрген және өзімнің білетін жалпақ тілмен, түсінікті тілмен түсіндіріп айтып өтемін. Өздеріңізге қажет болса аларсыздар. Мынау менде перлит. Перлит, яғни мына жерде көп жаңағы нелері, керектілері орысшалап жазылып тұр. Бұның бәрін қайталап оқып отырудың қажет жоқ. Өзіміздің тілмен мынау перлит, яғни разрыхитель дейміз, топырақты қопсытқыш, яғни жаңа топырағыңыз тығыздалып, гүлдің топырағы тығыздалып қалып, гүлдің тамырына ауа бармай қалады да, сондықтан осыны қосады. Бұны қосқан кезде жаңағы гүлдің топырақтың арасы бірін-біріне жабысып қалмайды да, мынау жабысып қалдырмайтын қасиеті бар. Арасына сол үшін қосады. Құм сияқты ғой. Солын қосып қояды. Одан кейін екінші қасиеті мынау су құясыздар ғой. Су құйған кезде мынау өзіне керек суды сорып алады. Жаңағы сіз кешіктіріп гүлді суғарасыз, ұмытып кетесіз. Сондай кезде бойындағы дымқылдықты гүлдің тамырына беруге тырысады. Сосын жаңағы үшінші қасиеті бұны отростка тамырлатуға өте жақсы. Менің астында видеоларым тұр. Қаншама отростканы осы перлитке салып тамырлатып жүрмін. Перлитке тамырлатсаңыздар да болады. Суға қарағанда көп гүлдер суда шіріп кетеді отроскаларына. Перлитті жаңағы бетінен тепличка жасағанға да, әсіресе майда отроскаларда сондайға жақсы. Мен көбіне перлит пайдаланам. Мынау қарасаңыздар, үлкен нүреген алып алам, көпке жетеді. Отроскаға да, гүлдерінің бәріне перлит міндетті түрде қолданам. Себебі қызметі өте жақсы. Жаңа айтып өттім ол қызметін. Ал енді мынау екінші дренаж. Дренаж білесіздер өздеріңіз, мынау горшоктың астына салатын түйіршік, тас түйіршік, яғни даладағы тас ауыр болады ғой. Горшоктарыңызды ары-бері көтеріп суғарасыздар. Сол кезде жаңағы белге салмақ түспес үшін, ауыр болмас үшін мынау дренажды пайдаланамыз. Және жаңа этаж тамдағылар тас теріп, сөйтіп астына дренаж ретінде салмайды, осы керамзитті пайдаланады. Осыны пайдалансаңыздар, гүлдеріңіздің, горшоктарыңыздың астында бір-екі қатар қып салсаңыздар, гүлдеріңізге үстінен құйылған су астынан ағып кетуіне жақсы. Яғни горшоктың бойында жаңағы су қалып кетпейді. Горшоктың бойында су қалып кетпей, астында дренаж болса, осы тас төселсе ағып кетеді. Соған жақсы. Одан кейінгі қасиеті бұл дренажды майда түрін, мынау менде ірі екен, майда түрі болса, түйіршік, оны топыраққа араластырып қоса берсеңіздер болады. Себебі жаңағы
бұда да кішкене сәл мына вермикулитке қарағанда кішкене дымқылдықты аздау тартады, бірақ дымқылдық тартады. Соны гүлге керісінше беріп тұрады. Одан кейін жаңағы разрыхитель перлит сияқты топырақты тығыздалып қатқамас үшін қопсытқыш ретінде бұл да жатады. Одан кейінгі үшінші қасиеті мынау орхидеяға қоссаңыздар болады, топырағын араластырып. Сосын мынау жаңағы горшок бетінде, гүлдердің бетіне осы керамзитті төсеп қойсаңыздар болады. Яғни мына горшок бетінде топырақтың бетін осы керамзитпен жауып қойып, сол керамзитке су шашып тұрсаңыздар, ол су шашқан дағы дымқылдық мына гүлге барып тұрады жаймен. Или су құйғанда жаңа бетінде дымқылданады ғой, сол керамзит сол гүлге барып тұрады, дымқылдық ретінде пайдалануға болады. Сосын горшоктың астында жаңа тарелкасы дейміз ғой, астындағы поддон дейміз, соған керамзит төсеп, үстіне женский счастьеларыңызды, суды, влажность жақсы көретін гүлдерді былай көтеріп үстіне қойып қойсаңыздар болады. Ол жайлы жақсылап видео түсіріп бір күн көрсетемін, себебі күн ыстықта, қыста, отоплительный сезондарда осындай керамзитті поддонға төсеп қолданатын гүлдерім бар менің. Фиалка, сондай көп гүлдерге пайдаланамын. Соған арнайы ұзақтау болып кетеді, видео түсіріп көрсететін боламын. Бұйыртса парақшамда көптеген пайдалы ақпараттармен жүргізіп дамытатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ал мынау сиалит. Сиалит бұл микроэлемент. Микроэлемент дейміз, жаңағы гүлге қажетті витаминдері бар қоспа. Мына қоспа. Және жаңа бірінші витамин ретінде пайдаланатын айтып өтейін. Мынау бір рет пайдаланасыздар топыраққа араластырып, одан кейін сіздер қайта бүйтіп суға араластырып, агрикола, биогумустар бар ғой, соларды қайта суға араластырып құйып жүрмейсіздер. Мынау мысалы ұзақ уақытқа жолға шығып бара жатқандар, бір айға отпускаға кетіп бара жатқан кісілер болады ғой, сол кезде қайта енді 2 апта сайын витамин құйып отырмай осындай пайдаланып кетсе болады. Болмаса 6 айға жаңа жолға шыққандар болады. Соларға осылар таптырмас дүние. Және жасы келген кісілер 1 апта құйдым ба витамин, құйған жоқ бедім деп қайтадан құйып жіберіп витаминді, болмаса ұмытылып кетіліп құймай қалып, сондай жағдайлар болып жатады. Сондай кезде осы сиалитті пайдалансаңыздар болады. Себебі қайта витамин құймайсыздар, бір рет топырағына араластырып салынғаннан кейін уже болды, ары қарай 6 айға, 9 айға, 1 жылға қызмет жасап тұратын түрлері бар. Соған жақсы, для барлық гүлдерге жарай береді, яғни. Және орхидеяны да егуге болады бұған. Мен орхидея гүлін, орхидеяны құр өзіне ексеңіздер болады. Болмаса мынау жаңағы орхидеяға жоқ, құр өзіне емес, орхидеяның жаңағы топырағына араластырсаңыздар болады. Соған жақсы. Жаңа гүлдерге де араластырғанға жақсы. Одан кейін мынау негізі тек қана витамин ретінде пайдаланылмайды. Мынау разрыхитель дейміз ғой, топырақ қопсытқыш ретінде перлит сияқты, оның да қасиеті бар. Жаңа топырақ бірін-біріне тығыздалып қалмас үшін, гүлдің тамыры жаңа топырақ тығыздалып қалған үшін шіріп кетеді ғой. Ауа бармай, тамырлары ары қарай кең дамымай, соның алдын алады. Сондай қасиеті бар. Одан кейін мұнда вермикулитті бәріңіз танитын шығарсыздар, білетін шығарсыздар. Жылтыр түйіршік болады, бұның ірісі де болады. Негізі майдасына қарағанда ірісі дұрыстау. Болмаса осындай майдасында пайдалансаңыздар болады. Бұл вермикулитті мен неліктен пайдаланам? Өте жақсы пайдаланамын. Көп гүлге пайдалана бермеймін. Көбіне аглонемаларға көп пайдаланбаймын. Себебі бұл бойында дымқылдықты перлитке қарағанда жақсы ұзағынан ұстап қалады. Және жаңа айтып отырмын ғой, аглонемалар көп дымқылдықты ұнатпайды, о тамыр тез шіргіш келеді ғой, аглонемалар сондықтан соларға көп пайдаланбаймын. Мен бұны пайдаланамын көбіне черенок дейміз, жаңағы атроска, яғни қысқа стаканға егілген гүлдерге пайдаланамын. Себебі жаңағы мен атроскадағыларды суғарып үлгермей қалған уақытта мына дымқылдықты бойына сіңірген, өзіне
гүлге қарай тамырға керісінше беріп тұрады. Кешіктіріп алған жағдайда, ұмытқан жағдайда. Сондай кезде жақсы да. Сосын тағы да бір жақсы қасиеті бар. Ол қасиеті мына жаңағы агрикола болсын, суға араластыратын витаминдеріміз бар ғой. Сол суға араластыратын витаминімізді қалай айтсам болады, араластырамыз, сосын горшокқа құямыз ғой. Мына горшокқа құямыз, міне горшокқа құйған кезде астынан ағып кетеді ғой. Астында ағып кеткен суын кейде қайталап құямыз, кейде төгіп тастап атамыз. Ал бұл сол құйылған витаминді өзінің бойында сіңіріп қалады. Тек қана витамин суырып қалмайды, витаминмен су араластырасыздар ғой. Сол дымқылдықты өзіне сорып қалады да, ертең сонда тағы да витамин сорып қалған суды гүлге де беріп тұрады. Сонда мына жапырағыңыз, гүлдің жапырағы сочный болады, себебі постоянно витамин су қосылып тұр, су беріліп тұр, вермикулит арқылы. Соны жапырағы сочный болады, жасыл болады, бодрый болады. Жаңағы бодрый деген қаттылау, тірі ұқсап жақсы болып тұрады. Сосын мына гүлдерін ұзақ ұстайды, гүлдейтін гүлдер. Сондай қасиеті өте жақсы. Мен оны өзім тәжірибемнен жасап көргенмін. Болашақта тағы да көрсете жатармын. Себебі тәжірибемде мен көп вермикулит араластырып еккен стакандағы отросткаларым вермикулитсіз еккен отросткаларыма қарағанда жапырақтары сочный, бодрый болған. Негізі мен оны бұрыннан білетінмін, витамин араластырып суды ұстап қалып жақсы гүлге жақсы беріп тұратын. Вот соны мен алдым да тәжірибемнен жасап көрдім. Мен енді отроскамен көп айланыстым, неше жыл айланысып келе жатырмын ғой. Сол кезде байқағаным өте жақсы витаминді өзіне ұстап қалады да гүлге беріп тұрады. Жаңағы отроскаларында разница кәдімгідей бар. Анау егілген отроскалардың жапырақтары, цветтер, қанық жапырақтар, геранның чераноктарына жақсы. Геранның сортовой түрі, сосын королевский герандар бар ғой, соларда жақсы гүлдеп тұрады, ұзақ уақыт гүлдеп тұрады. Отроскаларды гүлдетіп сатқан кезде солар жайлы жақсы вермикулит пайдалануға болады. Бұның енді қоспаларда қазір үш қоспа қалды, соны айтамын. Негізі бәрін бет алды жақсы екен деп, мынау мысалға біреу жақсы екен деп, мынауын да жақсы екен деп бет алды алып келіп қоса беруге болмайды. Себебі мен мынау ал одан кейін мынау кара жайлы айтқым келіп тұр. Кара, яғни орхидея гүліне пайдаланатын топырақтардың бірі. Бірақ мынау орхидеяға негізі гүліміз жақсы өссін десеңіз, пачкадегіні алғаныңыз дұрыс. Себебі мох араласқан кішкене, ол орхидеяға арналған кара қалыңдау болады. Ал мынау кара жіңішке, бұларды топыраққа араластырғанға жақсы. Яғни бұлар дымқылдықты онша қатты бойына сіңіре қоймайды, гүлге араластырғанға жақсы. Міне қараңыздар, жұқарақ сосновая караның ағаштың қабығы, яғни бұны мысалға жұқарақ топыраққа араластырғанға жақсы. Неліктен топыраққа араластырамыз? Топыраққа жаңағы бұл да жаңағыдай топырақ қопсытқыш ретінде, яғни гүлдің тамырына ауа барып тұру үшін топырақ тығыздалып бірін-біріне жабысып қалмас үшін арналады. Және бұның да қасиеті сәлде болсын дымқылдықты өзіне игеріп алады да. Егер сіз кешіктіріп гүліңізді суғаратын болсаңыз, тоже дымқылды ұстап тұрады да, гүліңізді шөлдетпей ұстап тұратын қасиеті бар. Гүліңіз жаңағы суды көп құйған кезде артық бойына суды сіңіріп алады да, жаңа гүліңіз көп құйылып кеткен судан тамыры шірімейді. Соған жақсы. Сосын угіл енді ағаштың қабығы, мына жерде көп, мысалға ағаштың қабығы деппін ғой, ағаштың күлі мына жерде көп жазылып тұр. Оның бәрінен мынау антисептик, ең маңыздысы, біздің түсінікті тілмен айта кетейін, антисептик, яғни гүліңіздің ары-бері қозғалтасыз,
тамыры горшоктың ішінде сынып жатса, шіріп бастаса, мынау шіріген жерді тоқтатады, сынған жерді ары қарай шірімес үшін ұстайды жаңағы угіль. Сосын жаңағы шіріп бастаған тамырды ары қарай қатты шірітпей ұстайды. Суды көп құйып жібересіз ғой сондай уақытта. Бірақ бұны беталды көп қосуға болмайды, себебі гүлдейтін гүлдерге гүлдемей қою мүмкін, дозасынан асырып жіберсеңіздер. Бұны дозасынан біліп пайдаланатын гүлдер бар, пайдаланбайтын гүлдер бар. Мынау кара мысалы көп гүлдерге кете береді, барлық гүлдерге араластыруға топыраққа. Бірақ көбіне мынау мужской счастье, антурим дейміз, ербақты дейміз, соған пайдалансаңыздар өте жақсы. Себебі орхидеяға туысқан болып келеді, жаңағы антурим тамыры сол сияқты болып келеді, аройдни, соларға өте жақсы. Ал мұнда микроэлемент, яғни узкий удобрение бұл барлық гүлдерге жарай береді. Микроэлемент деген бүткіл микроэлементтер бар бойында, витаминдер бар. Кальций, магний, темір бәр араласқан. Үшін бұны да жаңағы сиалит сияқты гүліңізге топырағына араластырып салып қоясыз. Неліктен жаңағы қайта-қайта витамин құйып жүрмеймін деп, және болады ғой бір топырағын қайта-қайта күзде, көктемде ауыстырып жүретін гүлдер. Топырағы құнарсыз болып кетсе, гүлдерді ауыстыру керек болады ғой. Сондай жағдайда бір егіп қойып, ары қарай витамин құя бермей, топырағын ауыстыра беріп, алыса бермейінші деп, жақсылап бір егіп қойыншы деп ойлайсыздар ғой. Сондай уақытта қоссаңыздар болады, артында дозалары жазылады, дозасымен өзіне қоссаңыздар болады. Және жаңағы гүлдеріңіздің жапырақтары жасыл жақсы болады да, гүлдерін ұзақ ұстайды, сабақтары да жуан, жаңағы қалың болып өседі, соған жақсы. Яғни бұларды негізі мен қоспалары жайлы жеке-жеке тоқталып өттім. Бір күні топырағымды араластырып, осыдан қайсынан қанша доза араластыратынымды, қай гүлге қалай пайдаланып жүргенімді бәріне видео түсіретін боламын. Өте ұзақ болып кетеді видеом, әйтпесе бүгін бәрін түсіретін болсам. Сондықтан келесі видеомды көру үшін жазылып өтіңіздер. Сол өте жақсы қоспалармен бірге таныстырып өттім. Пайдаларыңызға жарасын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.